Кез келген айдың екісі күні туылғандар, бұл эфир сіздерге арналады. Өміріңізге ұрыс құмар, ашушаң адамдарды ендігәрі тартпауды және одан да басқа маңызды дүниелерді білем десеңіздер, осы эфирді соңына дейін қарап, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен бірге Алтынай Аман және бұл кармология арнасы. Қош келдіңіздер. Бірден детский травмадан бастайық. Бұл кісілер бір мәмілеге келе алмайтын ата-аналарға келеді. Яғни екісі күн туылғандардың ата-анасы өзара түсіністік жасай алмайды, сондықтан дау-дамай орнатып ұрысады, тіпті бір-біріне қол көтеруге барады. Осының барлығын көріп отырған сіз үнемі қорқынышта боласыз, себебі сізге бұл жағдай түсініксіз. Екісі күні туылғандар көбінде анасына жақын болады және сіздер аналарыңызға көмек ретінде Тәңірден жіберілгенсіздер. Себебі анаңыз либо ызақор адам, либо сондай ызақор адамдарға тап болып жүреді. Ол кісі ешкіммен мәмілеге келе алмайды. Себебі өз ісі мен таңдауына жауапкершілік артпайды. Сіздер өте сезімталсыздар. Анаңызды түсінгіңіз келеді және де түсіндіргіңіз келеді. Үйде татулық, береке болған қалайсыздар. Бұл сынақтың барлығы өзіңізді жақсы түсіне білу үшін берілген, яғни 14 жасқа дейін. Екісі күн туылған жандардың минуста, негативті екенін білдіретін белгілер. Эмоцияңызға контроль жасай алмайсыз. Өміріңіз американская горкаға ұқсайды. Конфликттен қорқасыз, алайда дауды кейде өзіңіз шығарасыз. Болмаса қандай да бір конфликттарды жақсартуға, немесе сондай конфликт болып қалатын жағдайды туындатып, үнсіз күтіп отырасыздар. Сонымен қатар ата-анаңыздың өмірін қайталауыңыз мүмкін. Өз жолыңызды табу қиын болады. Шешім қабылдай алмайсыз. Бір сөзбен айтқанда, то қалаймын, то қаламаймын деген нәрсенің ортасында жүресіздер. Расында өз қалауларыңызды іске асырмайсыздар. Бәрін тастап бас кешіп кеткілеріңіз келеді. Үнемі напряжениедасыздар. Енді плюстағы жандардың іс-әрекетін қозғайтын боламыз. Жалпы бұның бәрін мен неге айтып отырмын? Себебі осылар арқылы сіз өзіңіздің дұрыс, я болмаса бұрыс келе жатқаныңызды біле аласыздар, ориентир жасайсыздар. Содан кейін өзіңіздің минустарыңызды плюстарға өзгертесіздер. Солай оңайырақ. Себебі ешқандай адам бетіңізге келіп, сен мынауың дұрыс емес, бірнәрсе деп айтпайды. Көбісі іштей тынып, сыртыңыздан әңгіме айтып жүргенін жақсы көреді. Сондықтан ғылымдардың үлкен бір көмегі осы деп ойлаймын. Ендеше тыңдаңыздар. Алдымен қиын ортадан өтесіздер. Содан кейін өздеріңіздің үнемі напряженный болып жүретіндеріңізді түсінесіздер. Өз ойларыңызды оңай айтуды, өзгенің де ойын тыңдауды да үйренесіздер. Өз сезіміңізді ғана емес, өзгелердің де сезімін түсінуге тырысып бағасыздар. Егер сіз өз жолыңыз бен мақсатыңызды четко білсеңіз, онда сізбен жолдары бір адамдар өміріңізге келе бастайды. Осы кезде сіздің өміріңізде конфликт болмайды. Яғни өз мақсатыңыз бен өзге адамдардың қызығушылығы арасында конфликт болмайды. Жалпы негізі конфликт деген сөзді дұрыстап зерттеулеріңіз керек. Ол ешқандай да ужас емес, ол просто екі адамның екі түрлі қызығушылығының соқтығысы. Сіздер соны өте ауыр қабылдайсыздар, себебі бағана айтып өттім ғой, сіздерде детская травма бар. Бірақ сіздер өздеріңіздің ойларыңызды осы тұста жөндеулеріңіз керек. Сіздер білулеріңіз керек. Барлық адам сіздермен келісуге міндетті емес. Сонымен қатар біреуге жақсы болсын деп өзіңізді құрбан етпеңіз. Жалпы негізі сіздер өнер адамсыздар. Адамдармен сөйлеспей жүрулеріңіз мүмкін емес. Сезімтал, өте мықты адамдардың досы болып табыласыздар көбінде. Міне бұл плюстағы жандардың іс-әрекеттері. Басқа да толық ақпараттарды білгіңіз келсе, пікірге жазып, кармология арнасына тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен болған Алтынай Аман. Келесі эфирде кездескенше сау болыңыздар.